Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін біз осындай ұйғыр халқының тағамы мампарды дайындаймыз. Өте дәмді, жасап көруге кеңес беремін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бізге керек өнімдер: қамырға ұн, су, жұмыртқа, тұз. Қуыратын заттарға қара бұрыш пен тұз дәміне қарай өсімдік майы, ет, пияз, сәбіз, қызанақ, картоп, болгар бұрышы, сарымсақ және томат бас. Ең алдымен біз қамыр елейміз. Оған ұнға тұзды саламыз, бір дана жұмыртқаны жарамыз. Осы 30 мг суды құямыз да жақсылап қамыр елейміз. Осы ингредиенттардың мөлшері бізге жеткілікті. Қамырымыз нығыз, қолға жабыспайтын болып шығады. Енді бұны салафанға салып 10 минутқа қойып қоямыз, қамыр демалсын. Енді сорпасын дайындаймыз. Барлығын турап алдық, енді қуырамыз. Қызған өсімдік майына етті саламыз. Оны жақсылап қуырамыз. Ет қуырылғаннан кейін артына пиязды саламыз. Пияз мөлдір болған кезде сәбізді салып қуырамыз. Сәбіз қуырылып жұмсарғаннан кейін артынан қызанақты саламыз. Одан кейін томат пастасын қосамыз. Енді жақсылап тағы да бір қуырып аламыз. Тамаққа түсі енгеннен кейін тәтті бұрышты салып, көп қуырмаймыз, кішкене бір шыжғырып аламыз да, артынан картопты салып, араластырамыз да 1,5 литр су құямыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Алдыда тағы да көптеген қызық рецепттер болады. Артынан қара бұрыш, тұз және кішкене дәмдеуіш саламын. Қақпағын жауып, су қайнағанша 5-7 минут пісіремін. Сол арада біздің картоп та кішкене піседі. Енді дем алған дайын қамырға кірісеміз. Дем алған нанымызды қолмен басамыз да ұн сеуіп 1,5-1 мм қалыңдықта жаямыз. Қамырды осындай жолақтарға кесіп, одан 4 бұрышты кеспелер кесіп аламыз. Қамыр қолға және бір-біріне жабыспайды, тура видеодағыдай болып шығады. Сол арада қатты қайнап тұрған сорпаның үстіне қамырдың барлығын салып араластырамыз. Қатты отта қайнатамыз, арасында араластырып тұрамыз. Қамыр қайнап сорпаның бетіне қалғып шыққан кезде біздің қамыр дайын пісті деген сөз, тура міне видеодағыдай. Қамырды тістеп көргенде ол тіске жабыспау керек. Міне біздің мампар дайын. Міндетті түрде бетіне ас көк себіңіз. Қараңыз қандай дәмді, сондай керемет, тәбетті ашатын тағам болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Хош сау болып тұрыңыз. Сіздермен бірге болған Инка Максовна.